Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін өтетін тақырыбымыз шолпандағы өмір. Оқу мақсаты: мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимді қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау. Сөйлем соңына және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Күтілетін нәтиже: оқушылар шолпандағы өмір мәтініндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеріп, синонимді қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізеді және сөйлем соңында сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолданады. Шолпандағы өмір. Тыңдалым мәтіні. Шолпандағы өмір осындай ортада өтіп жатты. Шолпан ғажайып ғаламшар. Оның шағылыстырғыш қабілеті жер атмосферасына қарағанда әлде қайда күшті. Күн сәулесінің 70% кері шағылысады. Қалған 25% ғана бұлтты жарып өтіп, шолпанның бетіне жетеді. Ғаламшардың бетінен жоғары қарай санағандағы ең төменгі бұлт қабаты ерекше қызады. Оның температурасы 500 градус ыстыққа дейін жетеді. Сыртқа шыққан адам өзін бір монша буында тұрғандай сезінер еді. Онда да арнайы скафандр кигенде. Ал бұлайша шыдау мүмкін емес. Моншадағы 150 градус ыстықтың өзі де адамды кәдімгідей шаршатып тастамай ма? Жерде жүргенде терлейтін, бу іздеп әуре болушы едік. Мұнда ешқашан от жақпай-ақ пара-пара терге түсесің, деп біріне бірі әзілдейді геологтар. Осындай ыстық климаттың салдарынан таудың астын паналауға тура келген. Шолпандағы өмір мәтіні Жүніс Сахиевтің шығармасынан алынған үзінді. Тыңдалым мәтіні бойынша мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау жұмысын жасайық. Шолпан ғажайып ғаламшар. Оның шағылыстырғыш қабілеті, яғни қабілет дегенде ерекшелік деп алуға болады. Оның шағылыстырғыш ерекшелігі жер атмосферасына қарағанда әлде қайда күшті. Күшті деген сөзді әсерлі деп алайық. Қалған 25% бізде ширек деп айтамыз. Яғни қалған 25% бір ширегі ғана бұлтты жарып өтіп, шолпанның бетіне жетеді. Жерде жүргенде терлейтін, бу іздеп әуре болушы едік. Мұнда ешқашан от жақпай-ақ пора-пара терге түсесің, деп бір-біріне әзілдейді. Әзілдейді дегенді қалжыңдайды деп алуға болады. Қалжыңдайды геологтар. Осындай ыстық дегенді қапырық деп алайық. Осындай қапырық климаттың салдарынан таудың астын паналауға тура келген. Міне біз тыңдалым мәтіні бойынша синонимді қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізіп редакциялау жұмысын жасадық. Енді тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, шолпан ғаламшарының қандай қабілеті бар? Екінші, неліктен шолпан ғаламшарында пара-пара терлейді? Үшінші, ыстық климаттың салдарынан олар нені паналады? Тыңдалым мәтіндегі сұрақтарға жауап бергеннен кейін әдеби тіл нормаларына назар аударайық. Кітаптарыңда 166 бетте сызықша туралы берілген. Сызықша функцияға бай тыныс белгі. Сызықшаның негізгі қызметі 6 түрге қызмет етеді. Бірінші, бөлуші. Бастауыш тобындағы сөздерді есім баяндауыш тобындағы сөздерден бөліп көрсетеді. Мысалы, ортада отырған кісі, бұл елді бұрыннан білетін жақаң. Ортада отырған кісі кім? Жақаң. Жақаң кім? Кісі. Яғни, бастауышта баяндаушта ата тұлғалы зат есімнен болып тұрады. Екінші, ажыратушы қызметін атқарады. Сан есімнен болған бастауышты күрделі сан есімнен болған
мүшеден ажырату қызметін атқарады. Мысалы, 120 5-ке бөлінеді. 120 қайтеді, 5-ке бөлінеді, 5-ке бөлінетін не? 120. Міне, жаңағы 120-дан кейін сан есімнен болған бастауыш, күрделі бастауыш 125. Осы бастауыштан кейін сызықша қойылып тұр екен. Яғни, күрделі сан есімнен болған күрделі мүшеден ажырату үшін қойылып тұр. Үшінші, жинақтаушы қызметін атқарады. Бірыңғай мүшелерден кейін келіп, өзінің алдындағы мүшелердің мағынасын жинақтап тұрған жалпылауыш сөздің алдынан қойылып, сол сөзбен бірге жинақтау, топтау қызметін атқарады. Мысалы, Алпамыс, Қобыланды, Ерсайын бәрі де байдың жалғыз балалары. Осындағы жалпылауыш сөз бәрі Алпамыс, Қобыланды, Ерсайын бұлар бірыңғай мүшелер. Осы жалпылауыш сөздің алдынан сызықша қойылады. Жинақтаушы қызметін атқарады. Бұл жерде сызықша жинақтаушы қызметін атқарады. Төртінші, айқындаушы, ыңғайлас, шарт мәнді, жалғаулығы түсірілген қарсы мәнді құрмалас сөйлемге қойылғанда, іс-әрекеттің не тез орындалғанын, не қарсы мәндес сөйлем екендігін білдіреді. Мысалы, іс бітті, қуып кетті. Осындағы іс бітті дегеннен кейін сызықша қойылады, іс-әрекеттің тез орындалғанын білдіріп тұр. Бесінші, ықшамдаушы қызметін атқарады. Етістік баяндауыштар түсіріліп, ойда ықшамдап келген сөйлемдерде ықшамдаушы қызметін атқарады. Мысалы, барлық жақсы балаларға арналады дегенді балаларға деп алайық. Бұнда арналады деген етістік түсіп қалып тұр. Сондықтан ықшамдаушы қызметін, бұл арадағы сызықша ықшамдаушы қызметін атқарып тұр екен. Міне, әдеби тіл нормалары сызықша туралы біз бүгін сызықшаның 5 түрлі жаңағы қызметі бар екендігін білдік. Қандай қызметтер атқаратындығын, қандай кезде сызықша қойылатындығын, сызықшаның функциясының бай екендігін білдік. Кері байланыстың тапсырмасы 167-ші бет, 4-ші тапсырма. Шолпан жұлдызы тақырыбындағы шағын ғылыми фантастикалық хабарлама немесе шағын әңгіме жазыңдар. Жазба жұмысының стиліне сәйкес терминдер мен тұрақты тіркесті пайдаланыңдар. Әрине, сендер жазғаннан кейін тыныс белгілеріне ерекше назар аударасыңдар. Өйткені біз тыныс белгілерін толық қазір өтіп жатырмыз. Мен мұнда сендерге 2 термин бердім. Жер атмосферасы және обсерватория деген. Бірнеше тұрақты тіркес бердім. Қол ұшын беру, көзі ашық, көкірегі ояу, жағасын ұстау, көзі жету деген сияқты. Енді терминдер мен тұрақты тіркестерді өздеріңде таңдап алуларыңа болады. Мен сендерге жай ұсындым. Өздерің таңдап, жаңағы Шолпан жұлдызы тақырыбында шағын ғылыми фантастикалық хабарлама жазасыңдар. Хабарламаларың жаңағы 40-50 сөздің арасында болу керек. Кері байланыстың тапсырмасын күнделік кезет немесе электронды почта, WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.